Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маршмеллоудан осындай шағын букет жасауды көрсетемін. Жасалуы өте оңай және өзіндік құны өте арзан. Кез келген мерекеге немесе кішкентайларға сыйласаңыздар болады. Ол үшін бізге 2 пачка маршмеллоу, осындай шпажкалар, скотч, гүлді упаковка жасайтын 2 дана қағаз және қайшы керек болады. Ең алдымен барлық заттарымызды осылай дайындап аламыз. Шпажкаға маршмеллоуды бекітіп шығамыз. Міндетті түрде қолымызға перчатка киеміз. Кез келген маршмеллоудың кез келген түрін пайдалана берсеңіздер болады. Арасына мармелад қоссаңыздар да болады, немесе зефир қоссаңыздар да болады. Барлық өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Дәл видеодағыдай барлығын бекітіп дайындап аламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін букетті жинақтаймыз. Ол үшін ең алдымен шпажканың ұзындығына мән беру керек. Шпажканы 3-ке бөліп, 3-тен 2 бөлігіне келген кезде сол бөлік арқылы біз шпажкалардың барлығын бірге біріктіретін боламыз. Бірінші осыны дайындап аламыз. Ось арқылы кезекпен келесі шпажкаларды бекітіп шығамыз. Скотчтың көмегімен бекітеміз. Байқасаңыздар, шпажкаларды бекіткенде спираль тәрізді болып бекітіліп жатыр. Дәл видеодағыдай бірінен соң бірін осылай қиғаш, яғни спираль тәрізді бекітіп шығамыз. Спираль тәрізді бекітілген букет өзі тұра алатын болады. Көбірек маршмеллоуды пайдалансаңыздар, соған лайықты букеттеріңіз де үлкенірек болады. Міне осылай спираль тәрізді бекіткеннен кейін букет өзінен өзі тұра алатын болады. Егер дұрыс тұрмайтын болса, шпажкалардың түбін қайшымен кішкене бірдей етіп кесіп тастасаңыздар болады. Букетті жинап болғаннан кейін енді сыртқы упаковкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 дана осындай упаковка жасайтын қағаз керек болады. Кез келген түсін пайдалана берсеңіздер болады. Барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Видеодағыдай жасап шығамыз. Упаковка жасайтын қағаздың кез келген түсін пайдалана берсеңіздер болады. Барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Осымен біздің букет дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.